Оңтүстік Кореяға бүгіннен бастап визасыз кіруге болады. Жоқ, бұл 1 сәуірлік алдау емес, Ақпарат Экспресс-ка сайтында шықты. Ким Чи мен сүйікті кей-поп топтардың концерттерін сағындыңыз ба? Немесе баяғыдан Оңтүстік Кореяны көруді армандадыңыз ба? Ендеше ұшаққа билет алып баруға дайын болыңыз. 1 сәуірден бастап Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасындағы визалық талаптарды жою туралы келісім қайта күшіне енді. Не үшін тоқтатылғаны естеріңізде ме? Я, сол пандемия ғой. Енді шығыстағы елге визасыз кіруге болады, бірақ естеріңізде болсын, тек 30 күн. Бірақ сол жақта жұмыс жасаймын, білім аламын, немесе тіпті тұрамын десеңіз тиісті визаны алу керек, талап сондай. Десе де екі ел арасы ашылды деп ұшаққа билет алып кетемін деп отырмаңыз. Тағы бір талап бар. KETA. Ол электрондық жүйе. Ұшқанға дейін 24 сағат бұрын мына сайтқа кіріп, электрондық хабарлама түрінде өтініш беру керек. Елге